Қалай Каспий Gold арқылы биткоин сатып алуға болады, қазір көрсетемін. Бірінші осы Binance деген биржаға өтеміз. Бұл осындай крипто активтерді сатып алатын орын. Сілтеме осы видеоның астында, соған өтіп тіркелеміз. Осы жерде купить криптовалюту деген бар. Әрине тілі басқаша тұруы мүмкін. Сол кезде мына USD дегенді басамыз. Және язык регион бар. Мына жерде немесе ағылшынша тұратын болса, languages деп тұрады. Сол жерден орысшаны таңдасаңыз болады. Бұл жерде қазақ тілі жоқ. Купить криптовалюту, кредитный карта, кредитный және дебетный карта деп тұрады. Осы жерге өтеміз. Және бұл жерде міне теңге бар. Минимальный сома биткоин алатын болсаңыз, бұл 8400 теңге. 8400 деп жазамыз. Біз осы ақшаға қанша биткоин ала аламыз, мына жерде жазылған. Бұл комиссияны есептемегенде. Осы жерден биткоиннің үстін басатын болсақ, басқа да криптовалюталар бар. Осыны Каспий Gold арқылы немесе басқа кез келген карта арқылы алуға болады. Мынаны таңдайтын болсаңыз, мысалға Ethereumның бағасы көрсетілген теңгемен. BNB бар, Ripple, одан кейін доллардың криптовалютадағы цифрлық түрі бар, ол USD және USDT. Осы жерден мен Zelidja деген таңдаймын. Сізге биткоин керек болатын болса, биткоинді таңдайсыз. Маған ол керек емес. Және мына жерде 8400 деп тұр, байқасаңыз, егер мына жерде мен доллар таңдайтын болсам, яғни BUSD немесе USDT бағасы көрсетілген мына жерде. Сондай жағдайда 500-ге өзгереді. Яғни 500 теңгеге біз доллардың цифрлық түрін алуымызға болады. Ал енді басқасын таңдаған жағдайда ол өзгереді. Мысалға, сіз биткоин таңдайсыз, мен 8400 теңгеге Zelidja дегенді таңдаймын. Сол кезде маған 802 Zelidja келеді. Примерно бірнеше апта бұрын бұған көбірек алуға болатын еді. Енді продолжить дегенді басам. Банковский карта деп тұрады. Сізде мына жерде пустой тұрады, ештеңе шықпайды. Байқаған болсаңыз, мына жерде міне өзгерді, жаңа 800 емес. Изменить карту дегенді басам. Осы жерде менің карталарым тұрады. Добавить новую карту дегенді басамыз. И әрі қарай өзіңіздің картаңыздың данныйларын мына жерге жазыңыз. 16 цифр, срок мерзімі, CVV код. Одан кейін қысқасы не сұрайды, соның бәрін жазасыз, подтвердить басасыз әрі қарай. Мен осы жерден өзімнің Каспий Gold'ымды таңдаймын и подтвердить дегенді басам. Продолжить басам тағы да. Одан кейін бұл жерде міне 775 біз Zelidja аламыз. ZIL, яғни 8400 теңгеге. Біреуінің бағасы осынша, комиссия за транзакцию деген бар, 2% комиссия ұстайды. Ол 168 теңге. Обновить басам, себебі курсы өзгеріп отырады. Подтвердить басамын. Әрі қарай осындай окно шығады. Бұл Каспий Gold'тың сондай қауіпсіздік жүйесі. Каспий Gold'қа приложениесіне немесе SMS түрінде сізге код келеді. Сол кодты осы жерге жазуыңыз керек. Менде ол код бар. Келді уже 416 306. Бір реттік код. Подтвердить басамыз. Әрі қарай обработка тұрады, 30 секунд деп тұр. Дегенмен бұл өте тез болады. Және менде міне 775 ZIL алдым 8400 теңгеге. Бұл енді менің шотымда тұрады дәл солай. Тағы бір ескере кететін жайт, сіздің Каспий Gold'ыңызда интернет оплата деген ашық тұруы керек. Егер жабық болған жағдайда ешкім одан ақшаны интернетте төлем жасай алмайсыз. Сондықтан соны бірінші ашып қойыңыз. Кейін қауіпсіздік үшін оны өшіріп тастасаңыз болады.